Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен тауық етінен жасалған бешбармақтың пісірілу жолымен бөлісетін боламын. Тауық етіне жылқының қарнын және қартасын қосып ассаңыз, тағам өте дәмді болады. Алдымен етімізді салқын суға салып, салқын суға жуып алып, салқын суға саламыз және де баяу отқа қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды илейміз. Бір суала қамырға бір жұмыртқа, бір кесе су, тұз және ұн қажет. Қамырды илеп болған соң оның бетін жауып қоямыз және де оны әр 10-15 минут сайын илеп тұрамыз. Қамырды 1 сағат бұрын илеп қойсақ, ол одан да көп уақыт ерте илеуге болады. Ол өте тегіс болып жайылады және де оңай болып жайылады. Қамырымызды қайта-қайта илеп тұрамыз және де сорпамыз қайнағаннан соң оның бетіне еттің көбіктері шығады. Көбіктерді видеода көрсетілгендей сүзекінің көмегімен сүзіп аламыз. Содан соң екінші рет біз 10 минуттан кейін тағы да көбігін сүзіп аламыз. Содан соң көкөністерімізді оған қоса бастаймыз, яғни сәбіз, пияз, болгар бұрышы. Егер де қаласаңыз, картоп және қызанақ салуға болады. Содан соң біз қайнатуды жалғастыра береміз. Осы кезде қамырымыз жаюға дайын болған болса, қамырымызды жайып қоя береміз. Және де тұзымызды салып, біз сорпамыздың тұзын көреміз. Содан соң енді біз 2 сағат болған кезде тауық еті пісіп қалды. Ал енді жылқы еті болса, ол ұзағырақ қайнайтын болады. Етіміз піскен кезде оның барлық майлары бетіне шығады. Сол кезде біз тұздықты дайындайтын боламыз. Тұздық дайындау үшін темір ыдысқа пиязды турап аламыз және де еттің қайнаған бетіне шыққан майларын пияздың бетіне сүзіп алып құямыз және де оны 5-10 минутқа қайнатамыз. Содан соң біз етімізді сүзіп алып, оның сорпасы аз болса, үстіне су құйып қайнатып, дайын тұрған қамырымызды салып пісіріп аламыз. Қамыр піскеннен соң мұздай суды құйып сүзіп аламыз. Сол кезде мұздай су құйсақ, қамырымыз езілмей өте әдемі болып сүзіледі. Содан соң бетін тұздықпен майлап, бетіне пияздарын әсемдеп, етімізді дайындап және де сәбіздерімізді турап біз қонағымызға тамағымызды тарту ететін боламыз. Осы пияз бен еттің майынан жасалған тұздық өте тамақты дәмді қылады. Сіз де жасап көріңіз. Егер де видеом ұнаса, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басыңыз. Ас болсын.